құрметті оқырмандар, Сәбит Мұқанов атындағы Солтүстік Қазақстан облыстық ғылыми-әмбебап кітапханасының әлеуметтік желілерін пайдаланушылар. Сіздердің назарларыңызға тікелей эфирде Тұрмағамбет Ізтілеуовтың туғанына 140 жыл толуына арналған ардақты ақын атты әдеби сағат ұсынамыз. Ақын орны қаламы қандай биікке көтеріп шығарса, сол жерде. Ондай орын әсіресе биікте көп, дейді Ғабит Мүсірепов. Тап сондай қаламы ұшқыр, ойы терең, әр сөзінің астарында батпандай салмақ жататын дүлдүл ақынымыз Тұрмағамбет Ізтілеуұлы. Құнарлы жерге ғана көк қаулап өсетіні секілді нағыз талант, шынайы дарын бойында туа біткен табиғи қабілеті бар адамнан екендігі сөзсіз. Ол 8 қырлы, бір сырлы, өнердің бұрқыраса дауыл, жауса жасын, жазылса жайлау, қайсар отты да бірбеттей қаршыға тұлғалы мінездің адамы. Әулеті кіші жүздің кетеруі. Тұрмағамбет Ізтілеуұлы 9 шілдеде 1882 жылы қазіргі Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Тұрмағамбет ауылында дүниеге келген. Ақын, аудармашы. Алғаш Алдашбай ақыннан сауат ашқан. Бұқара қаласында әуелі Мир Араб 1896-1899 жылдары, кейін Көкілташ медреселерінде 1896-1905 жылдары оқыған. Араб, парсы, шағатай тілдерін жетік меңгерген. Көкілташ медресесінде тәжік жазушысы Садриддин Айлимен достасып, Қабырға газетін бірге шығарысқан. Өзі медреседе оқи жүріп, Қарақалпақ елінде бала оқытқан. Осы тұста шәкірттерге ұстаз ұсынысы, шөлмек өлеңдерін жазған. 1905-1925 жылы ауыл мектебінде мұғалім, 1936-1937 жылы Қазақстан халық ағарту комиссариатында ғылыми қызметкер болған. Тұңғыш мысал өлеңін Қарақоңыз 14 жасында, алғашқы дастанын Мәрді Декан 18 жасында жазған. Нәзиралық дәстүрмен шығыстық сюжеттер негізінде 10-нан астам дастан жазған. Данышпан қарт, тұтқын қыз, Рауа Бану және тағы да басқалары. Өмірін дін жолына емес, дүниетану ғылымына, өнер жолына, ақындыққа арнайды. Қатамыр заманның сыпағында жүріп, ондаған хикая дастан, жүздеген жыр өлеңдерді тудырса да, ақынның революцияға дейін еңбегі баспа бетін көрмеді. Бірақ қалың ауылдың қақ ортасында өсіп, ел өмірімен етене болып кеткен Тұрмағамбеттің жырлары жыраулар арқылы қалың қауымға кеңінен таралған. 1934 жылы Алматыда өткен Қазақстан Жазушылар одағының тұңғыш съезіне және көркем өнерпаздардың республикалық бірінші съезіне Оңтүстік Қазақстан облысынан делегат болып қатысады. Осылай талантын танытқан Тұрмағамбет ақынды келесі 1935 жылы Қазақстан өлкелік партия комитеті Алматыға шақыртып алды. Қазрайкомның сол кездегі хатшысы Мирзаян Жолдас Тұрмағамбетпен сөйлесіп, оның қазақ әдебиетіне күрделі еңбек қосуына сенім білдірді. Ол сол кезден Қазақ СССР оқу-халық комиссариатында ғылыми қызметкер болып істеді. Осы кезден бастап Тұрмағамбеттің өмірі мен еңбектері оқулықтар мен бағдарламаларға енгізіліп, орта мектепте оқытылды. Шығармаларының бір қатары орыс тіліне аударылып, орталық газет, журналдар мен жинақтарда және Горкийдің инициативасы бойынша Правда редакциясында бастырған Творчество народов СССР кітабында басылып шықты. Сөйтіп, орыс оқушылары халық ақындарының ішінде Тұрмағамбет шығармасымен тұңғыш танысты. Қазақ ақынының алғаш аударылған бұл еңбектерінде 1937 жылы Литературный критик журналында жан-жақты талдау жасалынды. СССР ғылым академиясы Совет дәуіріндегі орыс халқының поэтикалық творчествосының очеркісі деген еңбегінде Тұрмағамбетті халық шығармашылығын дамытуға еңбегі сіңген еліміздегі белгілі қайраткерлердің қатарына қосады. 30 жылдардың орта шені ақынның самайын едәуір қырау шалып, тарлан тартқан шақ еді. Осыған қарамастан тәуекелге бел буып, қолына қалам алып,
әлем оқушысының мейірін сусындатып, Шығыс Илиадасы атанған шахнама шығармасының сюжетін алып, дастан қып жазуға кірісті. Қалдырып араб, парсы, өзбек тілін, өзімше өлең еттім ойға нарын. Кітап боп шахнаме шыға қойса, қандырар қалайдағы ел құмарын. О баста оқыған соң парсы, араб, жазушем хикая жыр ғып оған қарап, ұнатып оларыңды оқығандар, ішкендей есіруші еді шарап. Осындай өнерімді естіген соң, жүргеніп шақырып ап шашын тарап, бұйырды шахнамені сөз қылуға, ойласып Мирзоянмен ойға сарап. Бойындағы қуатын сарп ете сарыла отырып, 10 айда жазып бітірген дарынды ақынның бұл үлкен-үлкен 3 бөлімнен тұратын әдеби мұрасының саны 50-дей поэма, яғни 40 мың жолға жуық өлең. Бірінші бөлім Жәмшиднама 12 мың жол, екінші бөлім Рүстем дастан 24 мың жол, үшінші бөлім Дарапнама 4 мың жол. Республикамыздың жоғарғы үкімет орны Қазақ СССР орталық атқару комитетінің президиумы 1936 жылы 21 желтоқсандағы нөмір 7 қаулысында Тұрмағамбеттің сіңірген бұл еңбегін ерекше атап көрсетті. Орта жастың ор қабағынан асып, 60-ты алқымдап, егде тартқан шағында мұндай аса жауапты жұмыстың міндетін мойынға алу шынында қиын еді. Шығыс тілінің тірі сөздігі атанған Тұрмағамбет бұл борышты өтеу жолында бойындағы барлық өнері мен ақындық қуатын сарқа жұмсап, азаматтықты парыз беріп атқарып шықты. Сөз кезегін Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің студенті Диас Аяғанға беремін. Ол Тұрмағамбет Ізтілеуұлының адамдық іс өлеңін мәнерлеп оқып береді. Шын мәнінде Тұрмағамбет Ізтілеуұлы өте тағылымды ақын деп айтар едім. Себебі осында келе жатқанда бірнеше өлеңдерін қарадым. Сондай жастарға, біз сияқты әсіресе жастарға беретін дүниелер көп екен. Солардың ішінде маған бір өлеңі адамдық істі оқып берейін. Күн шықса нұрға шады айдандағы, жарлақын қайыры жоқ байдандағы. Бұрынғы қариялардан қалған нақыл, бұл сөзді таптың деме қайдандағы. Тұлпардың тұқымының туымы бар, белгілі ат болуы тайдандағы. Алдағы атты әні болып тұрса жігітке, ол бір құрал саймандағы. Деген бар төртеу түгел төрге шығар, төрің сол бақыт құсың айналғалы. Алтау боп аузың ала бола қойса, дұшпанға құл боп анық байланбағы. Кейбіреу сәл бақытқа мас болады, шабақтай шалпылдаған қайраңдағы. Адамдық исіңді жұрт аңсап тұрсын, не керек қарныңның құр байланғаны. Көңілінде мен де адаммын деп жүрген көп, кілегей байға ұқсаған айрандағы. Ер болсаң, елің үшін қызмет ет, сыбанып білегіңді сайландағы. Үлкен рахмет. Келесі Тұрмағамбет Ізтілеуұлының «Ұядан ұшқанда» өлеңін нөмір 8 мектептің 10 сынып оқушысы Аманберді әдемі оқып береді. Шынымен де маған Тұрмағамбет Ізтілеуұлының өлеңдері өте қатты ұнады. Мысалға «Ұядан ұшқанда» өлеңін алсақ, анда мотивациялық жолдары, өмірге деген мотивациялық жолдары маған өте үлкен күш-қуат берді. Ұядан ұшқанда: пайда көп өмір сүрсең өнерінде, нәрсе жоқ өлнетуін өлерінде, ойында тіпті өлмейтін сияқтысың, әр жаққа ақылыңды бөлерінде. Тірінде тіршілік қып тарбанасың, жаһанға жаратылып келерінде. Ұшқанда алар анын сол болады, ояннан нені көрсең өрерінде. Пайда жоқ ойға түскен өкініштен, кетпейсің қолына алып еш нәрсені, түйедей тыйын көзге көрінеді, қарызыңды қиындықта төлерінде. Сөз қалдыр соңғыларға сынап көрсін, сарқылып шымдай төкке сөнерінде. Үлкен рахмет. Қазақтың ауыз әдебиеті мен жазба әдебиетінің және Орта Азия халықтарының көркем әдебиет үлгісі дәстүрлерін Тұрмағамбет жақсы білген, оны қадір тұтып, бойына сіңірген. Соларды бір-бірімен шебер ұштастырып, өзінің шеберлігімен танылған ақын. Сондай-ақ жазбаша айтыстың дамуына өзіндік үлесін қоса отырып,
сыр бойындағы жазба айтыс мектебін қалыптастырушылардың бірі болды. Тұрмағамбет пен Ермұраттың айтысы діни айтыс, Тұрмағамбет пен Жүрсіннің айтысы хат айтыс, Тұрмағамбет пен Әбдікәрімнің айтысы хат айтыс, Тұрмағамбет пен Шәді Төренің айтысы жұмбақ айтыс, Көкқұтан мен Шымшық мысал айтыс. Тұрмағамбет бастаған ақындар тобы халықтық игі үрдістердің бірі топтық өнер жарысын қалыптастырды. Алты ақынның өмір туралы айтысында поэтикалық пікір жарысы философиялық сұхбат ретінде жалғасса, Шәді Төре мен жұмбақ айтысында адамның жас ерекшеліктері, табиғаттың түрлі құбылыстарына, жан-жануарлардың қасиеттеріне теңестірілді. Тұрмағамбет ақындарға аралық сөз айтып, бітістіруші би-шешеннің рөлін де атқарған. Омар мен Таубайдың жүсібіне, Омар мен Нұрмаханға, Қаңлы Жүсіп пен Кете Жүсіпке, Кете Жүсіп пен Данмұрынға арнаған аралық сөздері Тұрмағамбет ақынның адамгершілік ұстанымын дәйектейді. Ақындарға ақыл кеңес беруден жалықпаған, ақынның білімдарлығы, көрегендігі мен талантты, мәртті себепші болған. Мысалы, Қаңлы Жүсіп пен Кете Жүсіптің 2000 жылдан асатын көлемді жазба айтысына нүкте қойып, екі дүлдүлді татуластырушы да осы ақын болған. Екі ақын 1908 жылдан бастап 1915 жылға дейін айтысып келген еді. Тұрмағамбеттің аталық әділдік жолмен айтқан мынадай пікірі өте орынды еді. Жөнделмес ерлер жұмысын кең ойлылармен кеңеспей, кеңескен сепкен күрмегін болмайды жеместей. Аз өмірдің ішінде білмесіңді бір-бірің жүріңдер бектер елеспей. Ал 1913 жылы Шораяқтың Омары мен Таубайдың Жүсібі сөз қағыстырып, аяғы Насырға шауып бара жатқанда Тұрмағамбет ақын: бектерім бір-біріңмен болсаң тату, тарығып тартпассыңдар тіпке қату, жемейді біріккенді бөрі деген бұрынғы қариялардан қалған ату, деп айтыскерлерді татулыққа, бірлікке шақырған. Тұрмағамбет Ізтілеуов айтыстарының жастарға тәрбиелік мәні өте зор. Алты ақынның ішінен айтысты мынадай тәрбиелік мәні зор шумақпен Тұрмағамбет ақын бастайды. Келтірмес өлімді ойға нәпсі берсең, нәпсіге еремессің, ерік берсең, тастайды ара шөлге адастырып, алдына әуес атты қойып көрсең. Қазіргі жастарға да айтылатын нәпсіге берілмеу, әуес болмау, адамгершілігі биік, парасатты азамат болу парызым деп жар салып тұрғандай сезіледі. Тұрмағамбет жазба айтыстағы сан алуан білім, қиял жарыстырған ақындарға төрелік айтады, тоқтау қояды. Әйгілі Екі Жүсіптің айтысында Тұрмағамбеттің айтқан ақылы нәтижесінде екі ақын емес, екі ру арасында өршіп тұрған текетірес сабасына түсіп тоқтайды. Қос Жүсіптің дауына айтқан ақырғы төрелігі де Шәкей Сал мен Алты ақынның өмірі туралы айтысында Керей елінің азаматтарына: татулық таусылмайтын кен секілді, кен сақтау шама келсе сен секілді, ортаңда татулықтың тұрса туы, дос дұшпан демес сені кем секілді дегені нағыз шындық. Татулық, достық бар жерде бәрі болады. Еліміздің келешегі жастардың, ақынның осы пікірімен үлгі алары сөзсіз. Тұрмағамбет шығармашылығы өзге ақын жазушылардан әлде қайда бөлек стильде туып, ақындық келбеті өзгеше көрінеді. Ақынның стилі халыққа бірден сіңіп қойған жоқ. Сыр бойының шайырлық ақындық үлкен мектебін қалыптастырды. Ақындық шеберлігі жазба поэтикалық, терме, нақыл, өсиет мазмұнында күрделене түседі. Ақын жырларының халық жадында соншалық сіңіп, жүрегінен орын алуы, оның шығыстық сюжеттерді пайдалана отырып, қазақтың өсиет өлеңдерін жаңартып, жырлай білуінде еді. Ақын шығармашылығы романтизмнен гөрі реализм басым. Ол ойшылдық, сыншылдық, өсиет сөздерді орынды қолданудың шебері бола білді. Сыр халқы оны сырда туған абай деп бағалады. Тұрмағамбет Ізтілеуұлы өмірдің қиыншылығын басынан өткеріп, көзі тірісінде тағдыр тәлкегіне аз ұшырамаған, өзінің перзенті төл шығармаларының тас баспамен теріліп түптелген жинағын
көзімен көріп қолымен ұстап оқи алмай 1939 жылы дүниеден өтті. Дүниеден өмір бітіп өтсем де өзім, аралап жердің жүзін жүрер сөзім, көре алмай кейінгіні кеттім ау деп, арманда болмай ақ қой екі көзім деп ой түйіп, өзінің болашағын меңзеп кеткен ақынның туғанына осы жылы 140 жыл. Ортамызға қайта оралған Тұрмағамбет бұрасы біздің қадірлейтін қымбат мұраларымыз. Ақын туған халқы жайында әртүрлі қырынан қарап, әртүрлі тақырыптық ауқымдарды жырлады. Қоғам, уақыттың сана сезімі, жаңарған жаңа ұрпақтың талабына, толғанысына сай жаңа сипат табуға тырысты. Сондықтан ақын шығармалары бізге туыс та, дос та. Қазақ поэзиясының кең арнасына абай ізімен еркінірек және етене күйде енген Тұрмағамбет шығармаларының лейтмотиві ағартушылық ой, халықты білімге шақыру, адамгершілік ізгі қасиеттерге баулу, өмірдің күнгей жақтарына жетелеу, елге қызмет етерлік азамат болуға үндеу, жақсы мінезді үйрету, адамдық істерді аңсау болып табылады. Қазіргі күнде ақынның асқақ үні мен әуені жыр сүйер халық арасында құрметпен ауызға алынады. Осымен Тұрмағамбет Өзтілеуовтың туғанына 140 жыл толуына арналған онлайн әдеби сағатымыз ардақты ақын атты өз мәресіне жетті. Құрметті оқырмандар, назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.